Қандай шығарып қойып? Форманы пайдаланғанда жақсы, бірақ егер форма есе жоқ болса, онда пайдаланбай шара алуларың керек. Форма көбінесе есте қалмайды. Бізде мынау функция берілген, осы функцияның 2ln2 нүктесіндегі жанамасының теңдеуін істеу керек, табу керек. Жанама теңдеуін. Жанаманың теңдеуін табу үшін біз бірінші былай істейік. Мынау функцияның графигі, мынау жанасу нүктесі, x0 нүктесі дейік. Мынау жанама, мынау бұрыш альфа. Жанаманың теңдеуі y тең kx плюс b. Сондай ғой? Мынау k неге тең бұл жерде? K тангенс альфаға тең болады, дұрыс айтасың, ол f' x0-ге тең. Мынау нүктенің координатасы неге тең болады? x0 f x0. Функцияның осы нүктедегі мәні, я? Біз x0 бізде бар. x0 бізде 2ln2. f x0 неге тең екенін тауып алайық. f x0 бізде неге тең болады? 2-ден 1 берілген функция қоямыз ғой. e-ның 2ln2 бөлінген 2 дәрежесі плюс e-ның минус 2ln2 бөлінген 2 дәрежесі. Осыны есептейміз. Бірінші, мынау неге тең болады? 2-ге тең болады, я. Логарифмның негізгі қасиеті, я. Қосылған мынау неге тең болады? Минус 2 бола ма? 1 бөлінген 2 болады. Мынаның алдында минус 1 бар ғой, мынау. Минус 1 2-ның дәрежесіне көтеріліп кетеді, көбейтіліп. Минус 1 2-ның дәрежесі болады, 2-ның минус 1 дәрежесі ln мен e кетеді. Енді не істейміз? Мынаны қосып 2-ден 1-ге көбейтеміз. 2-ден 1 көбейтілген 2-ден 5. 5 бөлінген 4 болады. 1,25 десе болады, бірақ үстіп қала берсін. Сонда бізде мынау x0 нүктесі 2ln2, ал f x0 бізде 4-тен 5-ке тең. Енді мынау a нүктесі енді туындысын аламыз, бұрыштық коэффициент алайық, k-ны. Туынды y' тең неге? 2-ден 1-дің өзін жазайық. e-ның x бөлінген 2 плюс e-ның минус x бөлінген 2 осының туындысы. Тең. Тұрақтан 2-ден 1 өз жазылады. Енді x бөлінген 2 дәрежесінің туындысы. Қанша болады? X бөлінген 2 бөлінген 2-ден 1. X бөлінген 2-ның туындысы 2-ден 1, я? Күрделі функция 2-ден 1, e-ның x бөлінген 2 дәрежесі. Сосын? Минус 2-ден 1, e-ның минус x бөлінген 2. Бұл жер түсінікті ма бәріңе? Күрделі функцияның туындысы e-ның x дәрежесінің туындысы, e-ның x дәрежесінің өзі. Бірақ бізде x бөлінген 2-ның туындысы ғой, көбейтілген x бөлінген 2-ның туындысы. Енді y' 2ln2-ні табамыз. Енді мынау функцияның туындысы. Осы жерге не істейміз? 2ln2-ні қоямыз. Бірден 2-ден 1 жақшасына шығарып жүрейік, 4-тен 1. Орнына бірден қоя берсем, қалай шыққан түсінікті бола ма?
2 болады ya, мына жерде ln 2-ні қойсақ, 2 ln 2-ні. 2 мен 2 қысқарып кетеді да, e-нің ln 2 дәрежесі болады. Бөледі. Минус, мына минус. Арғай, мына жерге қоятын болсақ, 2 ln 2-ні. Минус 2 мен 2 кетеді да, минус 1 жоғарыға кетеді да, мынау плюс 2-ден 1 болып қалады ғой. 5/8 болады. 3/8. Я дұрыс. Жоқ, плюс 2 болады, я? Жоқ, тұр, мен қателесіп жатырмын. Бәрін қайтадан орнына қояйықшы. Y штрих, 2 ln 2 тең 4-тен 1, мәде 2 болады. Алынған E-нің X-нің орнына мынаны қойсақ, 2 мен 2 кетеді. ln Мәде 2-ден 1 болады, я? 4-тен 1, 2 минус 2-ден 1 болады екен ғой, я? Айырмашылық осындай болады. Мен арға есепке саламыз. Тең 4-тен 1 көбейтілген нағашы болады. 3 бөлінген 8. Сонда бізде бұрыштық коэффициент неге тең? К 8-ден 3. А нүктесінің координатасы, түзудің өтетін нүктесі бар ғой уже бізде. 2 ln 2, сосын қандай? Y-ге неге тең? 4-тен 5. 4-тен 5. Сонда біз Y тең kx плюс b түрінде берілген функцияның, сызықтық функцияның k-сы бар, және ол қай нүкте арқылы өтетіні бар. K-ны орнына қойайық. Y тең 3 бөлінген 8x плюс b, және бұл түзудің бойында мынау A нүктесі жатыр. 3 бөлінген 8 көбейтілген A x-ның орнына 2 ln 2-ні қоямыз, плюс b тең болу керек y-ге. Y неге тең? 5 бөлінген 4. Осы жерден b-ны табыламыз ғой. b тең, мына 2 мен мына 2 қысқарады, 4 болады. 5 бөлінген 4, алынған 3 ln 2 бөлінген 4. 5 алынған 3 ln 2 бөлінген 4. Мынандай болады, я? Осыны апарып, енді не істейміз? Мына жердегі b-ның орнына апарып қоямыз. Y тең 3 бөлінген 8x плюс 5 алынған 3 ln 2 бөлінген 4. Мынау жараманың теңдеуі. Осылай шыққан нәрсе. Жауабы осы.